Қалдарыңыз қалай оқырмандар? Мынау Қазақстанда болып жатқан жағдай бүкіл аумақтарды су басып жатыр. Ал біз өкінішке орай сусыз қалып жатырық. Біздің шаруашылықта осындай керемет мынау жерде негізі өзіміздің кішігірім үлкен дамбымыз болған. Өкінішке орай мынандай жағдайға душар болып отырық дей ма? Қалай деші? Осындай жағдайға тап болдық. Мынау жер, мынау түгелдей осы жердің бәрі су болатын. Мен қарап таңғалып отырмын. Қаншама жер, қаншама еңбек осы жерде негізі су болу керек еді. Өздеріңіз білесіздер, мал шаруашылығында ең бір қажет нәрсе ол су. Сол себепті бізде мұнда керемет дамбымыз болған. Өкінішке орай қазір дамбы емес, шалшық. Мына жер бір болото сондай бірдеме болып қалайын деп тұр. Өкінішке орай сіздерге қазір көрсетеміз. Өкінішке орай су мынандай жерге осынша көлемге дейін жиналатын су. Ойлаңыздаршы, мынау бізге бір жазға кереметтей жететін. Осы жылы білмеймін қандай іс-әрекет қолданамыз. Бұны қайттан қалпына келтіру біраз қаражат керек. Негізі Жәнібек Кенжебаев ағамызда да осындай жағдайға тап болып отыр. Ол кісілерде де осындай бір емес, ол кісілерде бірнеше дамбысы бар. Бірақ сонда да бір дамбының өзі қаншама проблема әкеледі адамға. Сол себепті міне көріп тұрғандарыңыздай мен таңғалып тұрмын. Бұны үш ұйықтасам да түсіме кірмейді. Осылай дамбыны тесіп кететіні ше. Енді қазіргі таңда Қазақстан бойынша көптеген жерлерде су алып жатыр. Ал біз өкінішке орай сусыз қалып жатырық. Биылғы қыста көптеген қар болды, қар сулары көп болды. Осы жерге бүкіл Шет ауданы, бүкіл жақтың суы осы жермен өтіп, біздің дамбымызды бұзып кетті өкінішке орай. Бұл су жалғасып негізі Соқыр өзенін білетін шығарсыздар, Қарағандыда. Соқыр өзеніне құйылатын судың. Соқыр өзенінің жағдайы не болып жатыр екен? Жүріңіздер, көрсетейік сіздерге. Қалай болған? Міне достар, қараңыздар. Бұл біздің бөгетіміз болған еді, суды тоқтататын. Бұның ұзындығы шамамен сіздерге айтайын. Бір 40-50 метрлік мына жерде бөгет болған. Мынаның бәрі бүйтіп. Мына жерде қаншама құм болған, тас болған. Осыншалықты дамбыны тесіп кететіндей Қазақстан бойынша көптеген қар сулары болды мекен. Мынау Шет ауданы, сол жақтың сулары мекен келген. Көп мөлшерде су болғандықтан осылай дамбымыз тесіп кетті өкінішке орай. Мен таңғалдым. Бұл бірінші бөгет. Бұны тескенмен негізі әр жақта тағы да бір бөгет бар. Осы дамбының суын ұстап қалатын. Оны да тесіп кетті өкінішке орай. Оны қазір сіздерге көрсететін боламын. Қараңыздар, мына жерде табиғаттың тылсым күші осыншама. Мына жерде 40 метр ұзындық былай, биіктігі шамамен 10-11 метрлік дамбы болған мына жерде. Сондай суды тоқтататын дамбымыз болған. Дамбы деп айтама, не деп айтушы еді оны? Осындай бөгетімізді қопарып кетті өкінішке орай. Мына судың бәрі әлі ағып жатыр. Өкінішті. Біртүрлі болып тұрмын, себебі қыста енді көптеген қар сулары осы дамбымызды тесіп өтті. Әрине көңілің босайды, көншейді. Көңілің біртүрлі боласың. Себебі бұл да бір Алладан келген сынақ. Бұл су тесіп өтті осы жерде. Бұл жерде су болу керек еді. Өкінішке орай енді малдарымызға білмеймін, су қайдан аламыз. Бірақ айтып тұрмын ғой, әр проблеманың бір шешімі болады. Біз жеңілмейміз, біз алға жүреміз. Я Нұрәділ? Я не слышу. Так точно, капитанды. Сол, достар, мынаны қараңыздаршы. Ой, мына жерде көптеген су болған. Бұл жерде мен балық аулауған жақсы көремін. Бұл жерде біз балықты да аулайтынбыз. Ойлағам, осы дамбыға мынау әр жақтың бәрі толған су болатын. Оны да сізге көрсетсем, архивтан алып, архивтағы видеолардан.
өзім ойлағам осы бүкіл мынау керемет дамбыны келешек қолым тиіп жатқанда бір арман болған. Мүмкін келешек осы жерде балық фермасын ашам ба деген көптеген ойлар болған бұл дамбыға. Өкінішке орай табиғи апат алады. Бірінші тосқауылымызды бұзады, әр жақта екінші тосқауылымызды бұзады. Осылай достар. Ештеңе етпейді. Алладан сынақ. Ал пенде ол сынақты жеңіп шығу керек. Жарайды. Еш нәрсе етпейді, я? Нормально. Живы, здоровы, самое главное. Бұл проблеманың бәрі шыны керек Батыс Қазақстан мен Солтүстік Қазақстанда болып жатқан жағдайлардың қасында ойнамайды ғой. Енді қараңыздар, Жәнібек Кенжебаев ағамызда қаншама дамбысы бар екен. Ал бізде жалғыз единственный дамбы, и то оны шайып кетті. Біз енді жаспыз, енді бастап жатырмыз. Алла қаласа биік шыңдардан көрінеміз деп ойлаймын. Бұл да бір сынақ, тағы да сынақ деп айтам. Мені көріп тұрғандарыңызда менің артымда бұл біздің екінші тосқауылымыз болған дамбының. Өкінішке орай бұны да тесіп өткен, көрдіңіздер ма? Бұның да биіктігі шамамен 13-14 метр болған. Өкінішке орай бұны да тесіп өткен. Негізі табиғи апаттың күші өте мықты ғой. Білмеймін ендігі жылы қойымызға, жылқымызға су қайдан алатынымызды. Бұл сулардың бәрі ағып кетті. Бұл судың бәрі барады да Соқыр өзеніне құйылады. Міне біз кешкілік дамбымызды көріп, кішкене көңіліміз босап отыр. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қандай да бір бастарыңызға сынақ келсе, ешқашан сынбаңыздар, мойымаңыздар. Бүкіл проблемаға қандай да бір проблеманың бір шешімі болады өзі. Сондықтан ешқашан сынбаңыздар. Бұл тесілді, анау дамбы тесілді деп біз қолымызды бүйтіп ашып отырмаймыз, әрекетін істейміз. Алла қаласа тірі адам тіршілігін жасайды дейді ғой. Сондықтан құдық қазамыз, я болмаса осы дамбыларды қайттан ретке келтіреміз. Алла қаласа. Бәріне рахмет. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.